Сәлем достар, сіздермен тоқтап тұрған ипіні возобновить жасағаннан кейін оның іске қосылғанын немесе қосылмайтынын анықтайтын боламыз. Алдымен КГДКов сайтына кіреміз. Сосын төменге қарай жылжытып электронные сервисы бөліміне барамыз. Все сервисы дегенді таңдаймыз. Және де осы сервистардың ішінен сведения о приостановлении дегенді таңдаймыз. Мұнда ин дегеннің тұсына жеке кәсіпкердің иінін енгіземіз, және де период С деген жерге возобновить жасауға жіберген заявканың күнін көрсетеміз. Ал период по деген жерге бүгінгі датаны көрсетеміз. Яғни робот дегенге міндетті түрде галочка қоямыз, сосын получить результат дейміз. Мұнда біз жіберген заявление бойынша тұр. Осы жерде уведомлениеге мән береміз. Уведомлениені қараймыз. Бұл жерде скачать деп тұр, яғни өзімізге жүктеп аламыз уведомлениені. Уведомлениеде назар аударатын нәрсе ол статус заявления. Статус заявления принято болып тұрса, онда жеке кәсіпкерлік возобновить етуге жіберілген датадан ертесінен бастап іске қосылатын болады. Мысалы, возобновить жасауға біз 24 ноябрь күні жіберсек, онда бұл жеке кәсіпкерлік 25 ноябрьден бастап қайта іске қосылады деген сөз. Ақпарат пайдалы болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.